Армысыз аға. Армысың, қандай сұрағың бар? Интернетте бүгін ерлан деген жігіт Иә, иә. таңба туралы, таң деген жоқ, таңба деп жазыпты. Таңба. Таңба деп, таңба. Иероглифтерді тексеріп жүрген сияқты. Тәңіршімін дейді өзі. Қаншалықты? Иә, мен оны танимын. Ол менің үйімде болған. Менімен сөйлескен адам. Бірақ футбол командасын құрамын деп. Мынандай майкалар жасатып жатырмын. Мына жеріне тәңір деп тұрып жазамын деп келген, сөйлескен. Ол уақытта ол тәңірші емес болатын. Сонымен кеткен. Одан кейін аяқ астынан жаңа Петроградта немесе көне жазуларды тексеріп кетсе, бірақ ол 5-6 күннің ішінде біле салатын әлем емес ол. Мен осы қазақ дүниетанымын айту үшін университетте сабақ беріп жүрмін. Оның сыртында жаңағы үндінсіз ешкім айтпай қазақы жолды іздеп, соның амалдарын, соның өтелерін, солардың тиесілі бүткіл заңдылықтарды іздеп жатқан кезде 40 жыл өмірім өтті. Соның 30 жыл өткеннен кейін ақырын айта бастады. Иә, осылай. Оның өзінде де аңдап сөйлеп. Қайран мен қазағым бір заманда әншісі болсын, күйшісі болсын, данасы болсын, билер болсын, алдыңғылардан үйреніп барып, сосын кейін ары қарай айтқан. Егер ол заңдастырылып тастаған дүние болатын болса, сол заңдылықты бұзбауға тырысқан. Иә, әрине. Мен Казгуде Аманжолов деген жаңағы рунический әріптердің бәрін тексеріп зерттеген ғалыммен сөйлескен. Ол екеуміз отырып әңгімелескенбіз, іздеп барып. Ол кісі менің айтып отырғандарымды, мен көрсеткен заттарыма таңғалып қалған. Ойпырмай әлі, мынау туралы ойланбаппын деп. Академик, қарапайымдылығы сондай. Мен мынау туралы ойланбаппын деп. А қазіргі жастар ше, мен білемін дейді. Тәжірибеден өтті ме, оны зерттеді ме, зерделемеді ме қарамайды, алады мен білемін. Жаңа таңба дедің ба? Таңба. Біздің қазақтың дүниетанымында быжынаған таңба бар. Таңба, таңба деген. Құр рулар менен аталардың таңбасы 300 мыңнан асады. Оның үстіне 20 елші төленің таңбасы бар. Оның үстіне біздің тіліміздің таңбасы бар, 46. Одан кейін 500-міздің таңбасы бар. Ерен белгіміздің таңбасы бар. Быжынаған таңба ол. Одан кейін біздің қаталысып, қат берісіп жазатын таңбаларымыз бар. Әріптер мен қаріптерден тұрады. Әріп деген вияз деген сөз. Оның өзі үшеуден тұрады. Екеуін айта салайын, біреуін бітік жазу дейді, екіншісін сына жазу. Айырмашылығы неде екенін білуің керек сен. Неге ол сына, екіншісі неге бітік, целостный деген сөз. Анау сына деген орысша қалай аударылады? Испытать, проверить, изведать, клин деп аударылады. Түсінесің ба? Оның үшінші бағыты бар. Әріп сына менен бітіктен тұрады. Қаріп, қаріп. Ол үшінші бағыт. Оның да аты бар. Әрқайсысы әртүрлі амалдарды орындау үшін, жеткізу үшін жасалынды. Оны білмейсің ба? Жырлата бермеу керек. Мына әріп тұрған кезде мына әріп дыбыс түсіп қалады, мына дыбыс тұрғанда мына дыбыс өзінен өзі шығады дегеннің барлығы қияли әңгімелер. Мен білетін осы 30-40 жылдың ішінде ана Құлтөбе мен Тоныбектің жазбасын таста тұрған, зауылдатып оқыған бірде-бір адам әлі көрген жоқ. Міне басынан тұрады тағын оқып шықтым дейтін. Қазақтың дүниетанымында жаңағы айтып отырған әріптердің амалдарында оңнан солға оқылатыны бар, солдан оңға оқылатыны бар, тікесінен оқылады. Оның амалдарын білмесең, сен жаңағын толық оқып шыға алмайсың. Мүмкін емес. Біздің таңыр деген сөз бір 4 дыбыспенен бітпейді ол. Жаңағы жазып жатыр ғой қазір мына жерде таңыр деп жазылғанда 4-ақ әріппен. Сол уақытта мынау түсіп қалады, бөспесін өтірік. Қазақ еш нәрсесін ұмытпаған ұлт. Осы сөзді қазақ деп айта қалатын болсаң айтады. Қазақ деген ол уақытта болмаған деп салады. Қазақ адамзат баласы жаратылғаннан бері қарай бар. Кеше жаратылса, кешеден бар, бүрсігүн жаратылса, бүрсігүннен бар. Миллиардтаған жыл болса, адамзат баласынан миллиардтаған жылды бері қарай бар. Бар. Сосын ба? Қазақтың қолында отырған тілін, қазақтың қолында отырған ділін, сосын ба қазақтың қолында отырған баба үнін, қазақтың қолында отырған 20 ел үштелені, қазақтың білетін 500-ін жер бетінде бірде-бір қалып жасай алмайды. Ол генетикалық әлем, қазіргі тілмен айтатын болсам. Ол қазақтың шежіре әлемі, жаратылу тарихы. Қазақтың жаратылу тарихының ішінде, жаңағы шежіресінің ішінде өмірге келген соң, үрім-бұтақ ата-тек құжаты басталады да, соны тарату амалы бар. Ол амалдан хабарың жоқ па? Сен қазақтың дүниетанымынан хабарың жоқ. Сондай дүние. Сондықтан жаңағыларды естіген кезде таңғаламын.